қазақтар мынандай надо сваливать ең жаман сөз да, сондай бір үлкен нәрсе жасау үшін сен аса бір үлкен адам болу қажет емес екенін түсіндім. Тестап жобасында ең бастысы ол ойын емес, ең бастысы ол қазақ тілі. Стартаптардың дамуы үшін мемлекет тарапынан қандай қолдау қажет деп ойлайсыз? Бір айдың ішінде толық сатылып кетті. Сондай кезде кім сізге қолдау білдірді? Анам, мама. Сәлем достар, студияның келесі қадірлі қонағы Дана Қамзабек, кәсіпкер, әрі енді қазіргі таңда баршаға танымал, әсіресе жастарға танымал тестап интеллектуалдық ойынның негізін қалаушысы. Дана ханым, қош келдіңіз. Қош көрдік, көп рахмет шақырғандарыңызға, қуаныштымын. Ал енді бастайық басынан, өзіңіз туралы таныстырыңызшы, мамандығыңыз қандай, бұл салаға қалай келдіңіз? Менің атым Дана. Мен бұл салаға аяқ асты келдім. Негізгі мамандығым химик, магистрантпын. Химия саласында біраз жетістікке жеттім, бірақ дегенмен бала кезімнен өзімнің жүрегімнің қалайтыны ол осындай бір халықпен бірге жұмыс жасау, сондай бір той думалақ деген сияқты ойындар өзіме қатты ұнайтын, сондықтан ұйымдастыру, ұйымдастыру, көңілді бір іс-шаралар ұйымдастыру деп айтайық. Сондықтан лабораторияда бір жыл жұмыс жасап, мен кішкене өзім бағытымды ауыстырғым келді. Сөйтіп бастап көрейік дедік, бірақ енді ол бірден келген жоқ. Бірінші мен өзім арт менеджер болып жұмысқа тұрдым сол химиядан кейін. Өзге эпик дегенді білетін болсаңыздар, сол жерде менеджер болдым, как стажер ретінде кез келген жұмысты беріңіз деп сөйтіп бастадым. Сол кезде түсіндім, маған шын мәнісінде бұл сала ұнайды, осындай адамдар, осындай іс-шаралар ұнайтынын түсіндім. Сосын тағы бір ең басты нәрсе ол бір үлкен нәрсе жасау үшін сен аса бір үлкен адам болу қажет емес екенін түсіндім. Өйткені ол өзге эпик хабында қарапайым біз сияқты адамдар үлкен фестивальдар жасап жүргенін көрдім. Содан бәрі басталып кетті. Ол кез карантин кезі болған еді, сондықтан біз бірінші үстел ойыннан бастадық. Үйде отырып, немен айналысуға болады? Кім бастады? Мен досым екеуміз бастадық, Әлібек аты. Жай ойнағансыздар, Ойнағанда оған дейін орыс тілінде көп ойнайтынбыз сондай ойындарды. Соны қазақшалау ең реалистичный жоба болып көрінді бізге, сондықтан содан бастадық, алғашқы ойынымызды шығардық, сосын ол ойын бір айдың ішінде толық сатылып кетті. Ешқандай менің қалай айтсам маркетингтік жоспарсыз ақ. Сосын түсіндім, керек екен. Енді қазақ тілінде көп нәрсе керек, өйткені қай жерден алсан да әлі енді дамып жатқан кез. Сондықтан солай сәтті өткендіктен мен ары қарай осы салаға көбірек көңіл бөле бастадым. Енді орыс тілінде бұндай жобаларды, интеллектуалдық ойындарды көп екенін білеміз, өзіңіз де айтып отырсыз. Бірақ не себепті қазақ тілінде керек деп ойладыңыз? Қай сәтте осы қазақшалап жасайықшы ойындарды деп түсіндіңіз? Мен тілім шала болуы мүмкін, ол енді екінші мәселе, бірақ туғанымнан мен әке-шешемнің берген сондай несі аманаты дейміз ба, қазақ тілі Қазақстанның дамуына үлес қосқым келіп жүрді. Мен ойлаймын, мен сол үшін химиядан кеттім, өйткені ол жерде мен өзімнің үлесімді сезе алмадым. Бұл мысалға бұл тестап жобасында ең бастысы ол ойын емес, ең бастысы ол қазақ тілі. Егер ойын болмаса, мен басқа іс-шара, басқа нәрсе ойлап табар едім қазақ тілінің дамуы үшін деген мақсатпен, Ал былай ата-анаңыз бала кезіңізде қазақша сөйле, Дана, қазақша кітап оқы деп сөйтіп айтатын ба еді? Міндетті түрде. Менің анам орыс тілді, әкем таза қазақ. Әкеміздің бізге ұрсатын жалғыз себебі сол болатын: қазақша сөйлеңдер, қазақша ән тыңдаңдар деген сияқты. Оны қазір түсініп отырмыз қалай маңызды екен. Дастархан басында мысалы кейде адамдардың аузынан шыққан, ой, қазақтар мынандай, надо сваливать ең жаман сөз да, сондай. Оны бала тыңдаған сайын мен ойлаймын, ол жақсы болмайды. Сондықтан сондай бір тәрбиелік пікір өзгереді ғой баланың. Сондай бір дән салып қойды әке-шешем, сондықтан мен өскенде осылай жаңа жобаға өсті деп айта аламын. Осыған тоқталайықшы, ойынның әрбір кезеңін кім ойластырады, кім жасайды, бұл кәсіп табысты ма? Ойын 6 кезеңнен тұрады. Барлығы 42 сұрақ.
әртүрлі деңгейде әртүрлі саладан, яғни бізде тек Қазақстанға байланысты немесе тарихқа, мәдениетке байланысты сұрақтар емес, ол кез келген шоу-бизнес, Дональд Трамп барлығы болуы мүмкін. Тек қазақ тілінде беріледі сұрақтар, яғни сен өздеріңіз аударасыздар? Аудармаймыз, біз шығарамыз, құрастырамыз. Менде авторлар бар, бізде авторлар бар. Кім екен авторлар? Енді ол қазір конфиденциалды, өйткені бізден авторларды ұрлайтын болды басқа квиздер. Сондықтан мен басында авторларымызды бүйтіп жария етіп сөйтіп жүргенмін, сосын түсіндім, что өйтіп сол кісілерге шығады, иә? Оларды табу оңай емес, өйткені бұл жерде анандай ЕНТ-ның сұрақтары емес, ОБТ-ның сұрақтары емес, бұл жерде логикалық сұрақтар. Сен яғни нағыз авторлық жұмыс деп айтса болады. Сондықтан әр авторымыз на вес золота, мен оларды, может быть, болашақта айтып жатармын. Қазір енді Тестап кәсібі табысты болып жатыр ма? Алғашқы 2 жыл минусқа жұмыс жасадық. Табыс болмады? Табыс болмады. Ол менің основной емес, параллельный жұмысым болғандықтан ол маған проблемам болған жоқ. Содан кейін 2 жылдан кейін жоба өзі өсті. Біз қазір 8 қалада бармыз. Сондықтан қандай қалаларды? Астана, Алматы, Шымкент, Түркістан, Тараз, Ақтөбе, Орал, Жезқазған. Тамаша. Әлі де өсеміз деген үміттеміз. Қазіргі таңда біле білсеңіз, енді кәсіпкерлер өте көп. Бірі білікті, бірі мысалы оқыған, біреу оқымаған, біреуі тәуекелге барып ашып жатады. Осы кезекте кәсіп ашпас бұрын бірінші кезекте неге мән беру керек? Енді сұранысқа көп бизнес. Мен өзім MBA бітіргенмін. Осы квизді ашқаннан кейін 2 жылдан кейін как раз MBA-ге оқуға түсіп, оқып алдым бизнес саласын. Тамаша. Сол кезде түсіндік қой, қалай құрастыру керек екен. Бұған дейін бұл жай хобби ретінде болса, сосын түсіндік. Солардың айтуынша, білікті мамандардың айтуынша, ең бірінші сұранысқа қарау керек. Мысалға, мен қазір қазақша квизді ашатын болсам, мен қарау керекпін, қанша қазақша квиз бар, қанша адам оларға келеді деген сияқты. Сондай бір суық қанды расчет болу керек. Вот сондай кеңес берер едім. Енді оны мен өзім қолданған жоқпын, бірақ мүмкін сол көмектеседі. Ал кәсіпте қандай қателіктер жасап жатыр? Енді ең көп кездесетін қателік ол финансовый учет жүргізбейді. Ең баста әйтеуір ақшам жетсе болды деп жүреді көп кәсіпкерлер. Мен де солай жүрдім. Сондықтан бастамастан бұрын мүмкін бір консультация алу. Ол енді 50 мың тұру мүмкін, 100 мың тұру мүмкін бір финансисттің консультация. Бірақ сен көп қателіктен, көп минустан арыласың да. Ол енді санап береді. Сен максимум, мысалға, таргетке 100 мың құрта аласың деп айтса, сен өз-өзіңе мынандай шектеу қоясың. Айтпесе былай сала бересің. Былай сала бересің ғой. Мысалы, сен көресің, таргет жібердің, и саған күн сайын 20 жаңа аккаунт тіркеліп жатыр. Саған ол ұнайды, давай тағы деп сөйтіп қосасың да, сосын қарасаң сен минусқа кіріп кеткенсің да. Енді бұл ол да нормально деп ойлаймын. Ана ең, мысалы, теорияны оқығанша сен практикамен сен түсініп аласың так деп. Бірақ сонда да былай толық картинаны түсіну үшін финансовый учет өте маңызды. Бәсекелестік жағынан қалай құлдырап қалу мүмкін бе Тестап ойыны? Бізде қазір бар бәсекелестер өте жақсы деңгейдегі. Біз ашылған кезде Астанадағы жалғыз қазақша ойын болса, қазір 4-5 қазақша квиз бар, иә. Ол да жақсы көрсеткіш. Сіз бастап бердіңіз ғой? Иә, енді бастап бергенде солай, уақыт солай болып қалды ма, білмеймін. Мне повезло, мне просто повезло. Сондықтан енді құлдырағанда ол енді саған байланысты. Сен егер әлсіз болсаң, әрине сен құлдырайсың. Егер сен оны челлендж сияқты қабылдасаң, онда ары қарай дамисың. Ал сондай кезде кім сізге қолдау білдірді? Анам, мама. Айтайыншы, мен шын мәнісінде бәрін естіп, тыңдап маған күш беретін ол менің анам. Өйткені ол өзі жеке кәсіпкер, ондай сәттерді біледі. Қазір бәрі артта қалғаннан кейін сен ойлайсың, мә сол кезде тоқтап қалмағаныма шүкір деп. Осы кезекте кәсіп ашпас бұрын бірінші кезекте неге мән беру керек? Енді сұранысқа көп бизнес. Мен өзім MBA бітіргенмін. Осы квизді ашқаннан кейін 2 жылдан кейін как раз MBA-ге оқуға түсіп, оқып алдым бизнес саласын. Тамаша. Сол кезде түсіндік қой, қалай құрастыру керек екен. Бұған дейін бұл жай хобби ретінде болса, сосын түсіндік. Солардың айтуынша, білікті мамандардың айтуынша, ең бірінші сұранысқа қарау керек. Мысалға, мен қазір қазақша квизді ашатын болсам, мен қарау керекпін, қанша қазақша квиз бар, қанша адам оларға келеді деген сияқты. Сондай бір суық қанды расчет болу керек. Ал кәсіпте қандай қателіктер жасап жатыр?
Енді ең көп кездесетін қателік ол финансовый учет жүргізбейді. Ең баста әйтеуір ақшам жетсе болды деп жүреді көп кәсіпкерлер. Мен де солай жүрдім. Сондықтан бастамастан бұрын мүмкін бір консультация алу, ол енді 50 мың тұру мүмкін, 100 мың тұру мүмкін бір финансисттің консультация. Бірақ сен көп қателіктен, көп минустан арыласың да. Ол енді санап береді. Сен максимум мысалға таргетке 100 мың құрта аласың деп айтса, сен өз-өзіңе мынандай шектеу қоясың. Стартаптардың дамуы үшін мемлекет тарапынан қандай қолдау қажет деп ойлайсыз? Енді қазірдің өзінде көп қолдау болып жатыр. Біздікіндей бизнесті қолдау керек. Неге? Өйткені бұл нан сату, киім сатумен бірдей емес қой. Бұларға ең біріншіден ол ақпараттық қолдау деп ойлаймын. Өйткені ақша тарату бір бөлек, онсыз да қазір Атамекен бар, білмеймін бар ма жоқ па, 5 миллион тарататын. Ол сосын нәтижесін көре бермейміз оны. Өйткені көбінде адам ақша үшін тырысады, сосын ол ақша бәрі кетіп қалады. Оның орнына осындай ақпараттық, мысалға осындай қазақша квиз болып жатыр екен деп барлық журналистерді жіберсе, үкіметтің қолында қандай мүмкіндік бар, соны берсе, білмеймін, сондай бір қолдау. Больше, наверное, маркетингтік қолдау. Қазақ тілінде кәсіп ашып жатқан, осыған байланысы бар жандарға қандай кеңес берер едіңіз? Кейде егер фундаментальный подход болса, онда жасаған ісі арқылы қазақ тілінің мәртебесін көтеремін деп ойлау керек. Мысалға біз сұрақтарды құрастырғанда, ойынды өткізгенде, ұйымдастыру барысында мен командама үнемі айтам, сіздер қазір жаман жасасаңыздар или кешігіп бастасаңыздар, кейін қазақ тіліне тиеді. Қазақтар үнемі кешігеді деп айтады. Сол нәрсені болдырмас үшін сіз әр нәрсені тек Қазақстанның өсу үшін деп шабыттануыңыз керек сіздер ол жерде. Ақша үшін емес, жаныңыз ашып. Өйткені сіздер жаңағы орыс тілді квиздерге қарағанда әлде қайда жоғары болмасаңыздар, сондай, ой, қазақтар үнемі осындай депген атаққа ілігесіздер дегендей. Сондықтан менің айтарым, не жасасаңыздар да қазақ тілі намысы үшін жасаңыздар деп айтар едім. Дана ханым, уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет. Кәсібіңізге тек қана сәттілік тілейміз. Жастар, әсіресе осы интеллектуалдық ойынға қызығатын жастар көбейе берсін. Рахмет, көп рахмет. Баршаңызды қазақша квизге шақырамын. Тез тап қазақша квизіне шақырамын. Және сіздерге көп рахмет.